Саламатсыздар ма? Бүгінгі видеода дәл осындай өте жұмсақ, өте дәмді болып шығатын және уақыт үнемдейтін балды торт дайындаймыз. Алдымен үлкендеу ыдысымызға астына 200 грамм балды салып ерітеміз және үстінен 200 грамм сары майды салып, жақсылап араластырып ерітіп аламыз. Дәл осы массамыз еріген соң үстінен 1 шай қасық ас содасын салып, тынбай араластырып тұрамыз. Массамыз осылай көтеріледі, сондықтан тынбай араластырамыз. Осылай түскенде газдан алып, бір ыдысқа құйып қоямыз. Үлкендеу ыдысымызға 4 жұмыртқаны шағамыз, үстінен шым-шым тұз саламыз және 200 грамм құмшекерді салып, миксер көмегімен араластырамыз. Құмшекеріміз осылай еріді және массамыз ағарды. Сол сәтте балды массамызды құямыз. Балды массамыз шамалы жылы болу керек. Осылай аз-аздан құйып, миксерді тынбай араластырамыз. Осындай сұйықтығымыздың үстіне менде тура 300 грамм ұн кетті. Сіздердің өздеріңіздің жұмыртқаны ірісіне қарай және балдың сапасына қарай осындай ұн кетеді. Сондықтан аз-аздан салып барыңыздар және лопаточка көмегімен ақырындап араластырамыз. Дәл осындай масса болып шығады бізде. Пісіретін листіміздің үстіне міндетті түрде пергамент қағазын төсейміз және мен листім көлемі 32-38 болды. Шамалы үлкендеу лист алсаңыздар да болады. Сонда сіздердің осындай корждарыңыз тезірек піседі. Жақсылап осылай қағып жібереміз және мен 180 градуста тура 15 минут пісірдім. Сіздер өздеріңізді пештеріңізге қарай көресіздер. Сонымен мінекей бисквитіміз дайын. Менде сонда тура 15 минутте осы балды торттың бисквиті пісті. Решетканың үстінде суытсаңыздар да болады. Мен кәдімгідей листтің үстінде қалдырдым. Шеттерін кесіп аламыз. Мінекей өте жұмсақ болып шыққан. Шеттерін ақырындап кесеміз. Және дәл осы бисквитті мен осылай екіге бөліп алдым. Әр бөлікті тағы да ортасынан осылай екіге бөліп аламыз. Арасы осындай өте жұмсақ болып піседі, соны ақырындап бөліңіздер. Және шеттерін блендер көмегімен араластырып аламыз. Қалаған кремді істетсек болады, бірақ осына қаймақты крем өте жақсы кетеді. Кәдімгідей базардан алынған қою қолдың қаймағы. 500 грамм қаймаққа тура 250 грамм сгущенное молоко қосамыз. Сонда біздің креміміз осындай шамалы плотныйлау болып шығады. Табиғи, натуральный осындай өте дәмді крем болады. Өте көп осындай араластырмаңыздар, болмаса сармайға айланып қалады. Дәл осындай із қағанға дейін араластырамыз. Менде шамамен 2 минут араластырдым. Қаймағым өте қою болды. Осымен креміміз дайын. Тортымызды жия бастаймыз. Кремімізді шамамен бөліп аламыз. Және аздаған кремді мен қапшыққа салып, холодильникке алып қойдым. Үстіндегі украшениясына керек болады. Корждарды осылай салып, үстіне кремдерді жағамыз және жан-жағына аздап крем жағамыз. Тортымызды жиып алдық және үстінен осындай шетінен кесіп алып қалған және блендерден өткізіп алған крошкамызды үстінен сеуіп шығамыз. Жандарына осындай ақырындап себеміз, немесе лопаточка көмегімен сеуіп шығамыз. Тортымыз осылай барлығын жағын сеуіп алдық және үстіне алып қалған аздаған кремді үстінен осылай салып шығамыз. Осымен тортымыз дайын. 1 сағатқа пропиткаға холодильникке алып қоямыз. 1 сағаттан соң осылай кесеміз, дастарханға тартамыз. Өте жұмсақ болып кесіліп жатыр. Өте нежный болған.
осындай пирогымды кесілген осылай көрсетіп жатырмын. Өте жұмсақ болып шыққан, өте нежный болған. Және осындай жақындарыңызды пісіріп қуантсаңыз да болады, немесе жай ғана осындай шай ішуге дайындасаңыздар, өте дәмді. Сіздермен бірге болған Диана. Ас болсын. Видеом пайдалы болып жатса және ұнап жатса, лайк басып арнамды қолдап кетіңіздер. Ал арнамаға келмеген болсаңыздар, арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сау болыңыздар.